қараңыздар, 30-шы жылы, мынау 30-шы жылы Каспий деген атау алады қайтадан. Көрдіңіздер ғой, бағана құрамыз деп отырған 2 факультет бөліп кетеді да, жаңағы медицина бөліп ашылады, ауыл шаруашылығы бөліп ашылады. Содан кейін барып бұл тек бір ғана бағыттағы, педагогикалық бағыттағы мамандар даярлайтын вуз болып қайтадан құрылады. 1930 жылғы 25 желтоқсанда бір ғана бағыттағы. Енді осы жерде 34, ұмытпаңыздар, көрдіңіздер ме? Сонда біз осы жердің өзінде 3 университет осының ішінен қанаттанып ұшып кетіп отыр. Азби мал шаруашылығы институты, ауыл шаруашылығы, жаңа медицина университеті, енді 1934 жыл Казгу ашылады. Бұл кезде Асфендияровтан кейін екінші ректор Бәймен Алманов дейтін зиялы азаматымыз ағамыз болған. Міне, сонда мына тұрған қыздар гимназиясы, міне қазір көзге елестетейік. 7 этаждың орнында қыздар гимназиясы, міне соның орнында Каспий тұрса, мына тұрған ФЕК-тің орнында Казгу болып 1934 жылы ашылған кезде Киров атындағы қазір ғана Казгу. Осы Сарбонаның орнында ашылған. Міне сол кезде бұған ректор табылмай, әзірше Оликов дейтін олардың тұңғыш ректоры Оликов деп қояды. Оликов емес, ол Бәймен Алманов Казгудың тұңғыш ректоры. Сондықтан Бәймен Алманов Казгудың тұңғыш ректоры осы жерде қатар тұрып, кейін бұны өртейді қасақана. Телжан Шонанов деген ағамыз болған, соның Шахзада Шонанова дейтін жаңа қарындасы бар. Сол кісі барып бәрін соларға жала жауып өртеді, осыларға осылай дегістіз бір көңілге көтерілген. Бізге тұңғыш жоғары оқу орнын құру қандай қиындыққа түсті. Осы мәселені біз қадірін білуіміз керек, ең бірінші орында. Басқаны былай қоя тұрайық. Мәселе осы жерде. Қызылордадан Алматыға 28 жыл Астана көшіп келді. Алматы бұл кезде темір жолда жоқ. Алматы қазіргі Алматы емес, мынау көк базардың айналасы, ескі үйлер, көше жоқ, свет жоқ. Суды кәдімгідей арықтан ішеді мысалы. Оны мына ішіндегі ең мықты зданиялар қазір ғимараты осы мына квадратта орналасқан. Ол мына ерлер мен әйелдер гимназиясы. Ол мына губернатордың үйі, мына жердегі мысалы губернатордың мысалы бағы да ғимарат жоқ. Кәдімгідей оны салайын десе қаржы жоқ. Жағдай өте ауыр болды мысалы. Сондықтан ондай жұмысты қолға алу үшін ең алдымен ұйымдастырушы қабілеті мен тәжірибесі бар адамды шақыру керек болды. Жалпы Казгуды басқаратын Санжар Асфендияровтан басқа адам қалмай қалды. Ал неге Санжар Асфендияровтың кандидаты? Ол ғалым еді, оның тәжірибесі. Біріншіден бұл жерге саяси қайраткер керек. Жаңа өздеріңіз айтып өткенде, мына шешімдерді өткізу жоғары жақтан, жоғары мемлекеттік органдарда, мына сатылап өткізу да, оған біріншіден тәжірибелі, беделі бар адам керек болды. Ол Қазақстанда да мысалы ғимарат шығарып беру, ақша бөлдірді. Ақша бөлдірді ол кезде қиыны болады. Асфендияровты қойғанда да мысалы Асфендияров ол орталықта бәрін таниды. Өйткені өзі институтты басқарды, бір емес екі институт, академияда жұмыс істеді, ғалымдардың бәрін таниды. Сондықтан осы адамдардың осындай Санжар Асфендияровты алып келу басты міндет болды. Асфендияров келісті, 28 жылы Алматыға келіп, осы университетті құруға атсалыса бастады. Мынау ең алғашқы ТЭК университет, мынау Санжар Асфендияровтың өзінің жазған, мынау ең бірінші, мынау Советская степь дейтін газет болған. Міне, қазір түр нұсқасында көрсетемін осы газеттің сіздерге. Соған міне шыққан мақаласы. Енді міне жаңа 3 бөлім, физика, техника, тіл және мәдениет, жаратылыстану бөлімі болады 34 жылға дейін. 34 жылға дейін бұл жерде факультет деген әңгіме болмаған. Ұмытпаңыздар, бір ғана педагогикалық факультеттің ішінде осы ары қаратай сонымен тіл және мәдениеттен қазіргі мынау тарих, филология бәрі осыдан тартайды, физика, техникадан техникалық мамандықтар, жаратылыстанудан кетеді. Ал енді ең алғаш қанша оқытушы жұмыс жасады деген сұраққа келейік. Бұл 9 адам болған осы жерде. Бұл 9 оқытушымыз міне 4 қазақ, міне аты жөндерімен Ахмет Байтұрсынұлы ағамыз, Санжар Асфендияров, Халел Досмұхамед. Ал бұл жерде қараңыздар, мынау тұрған кісі жаңағы айтып өттік қой, міне Санжар Асфендияров ректор болды, Байтұрсынов сол кезде тіл әдебиетінен де осы кезде Байтұрсынов ағамыз бір-ақ жыл 29 жыл ол кісіні ұстап алып кетеді. Досмұхамед осы жақтан ұстап алып кетеді. Көбін осы оқу орнында сабақ беріп жүрген жерінде ұстап алып кеткен, Асфендияровтың өзін осы жерден алып кеткен. Енді қараңыздар, мына Әлімхан Ермек Лениннің алдында баяндама жасаған, өзі 4-ші курстың студенті болып жүр.
тұңғыш қазақтың мықты математик. Осыған таң қалған Әлімхан Ермековтің арқасында қазақтың анау картаны білетін шығарсыздар. Ең алғаш біздің қазақ территориясының ішінде орын бар бәрі. Сол картаны дәлелдеп қорғап біздің территориямыздың соны осы кісі болатын. Әлімхан Ермековті де біз көбіміз танымаймыз. Ал енді мына Қалел Досмұхамедов ағамыз ақычының проректоры болған. Не, ол кісі ақычы деген не? Ол завхоз ғой. Сондай білімі бола тұра ол ақычыны болуға лайық бет бастарын біз не қазір бізде мәнсақ құмармыз біз. Ой, мен анаған отырмаймын, мен мынандай істемеймін дейді. Ал бұл кісілер сол қазақтың міне біздің қамымыз үшін ол кісі завхозда болды. Өйткені ең бірінші орында материалдық базаны түгендеу керек болды. Ал соны өзі мойнына алды Қалел ағамыз. Қарасаңыздар. Мына кісілер Едіге Мансұров бұл оқу проректоры болды, татар болды. Міне қарасаңыздар. Мына кісілердің енді қазір бұл жөнінде бұлардың не істеп, қандай сабақтан бергендігі жөнінде қараңыздар.